Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар? Бүгінгі біздің пәніміз өңдеу өндірісі технологиясы, екінші дәріс тақырыбы өңдеу өндірісі өнімінің сапасы туралы түсінік. Жоспар бірінші өңдеу өндірісінің өнімдерінің классификациясы мен ассортименті. Екінші өнім сапасы және оған әсер ететін факторлар. Өңдеу өндіріс өнімдерінің классификациясы мен ассортименті топтастыру барлық салада жүйені қалыпқа келтіру үшін қажет. Топтастыру дегеніміз жалпы сипаттамалық белгі. Топтастыру түрліше болуы мүмкін: оқулық, саудалық және тағы басқа. Оқулық топтастыруға сәйкес барлық өнімдер негізгі топтарға біріктірілген. Бұл топтастыру негізінде тауарлардың шығу тегі немесе химиялық құрамы бойынша өндірілу ерекшеліктері мен тағайындалу ұқсастығын түсінеміз. Өңдеу өндірістерінің өнімдері төмендегідей топтарға бөлінеді. Астық тауарлары, астық және оны өңдеуден алынған өнімдер, ұн, жарма, нан, тоқаш және маргарин өнімдері. Бұл топтағы тауарларға құрамында көмірсутың, оның ішінде крахмалдың жоғары болуы тән. Қант және кондитер өнімдері, бал, картоха, жеміс-жидек өнімдері, шоколад, какао, ұнтақ, карамель, кәмпиттер мен ұннан жасалған кондитер өнімдері. Олар құрамындағы көмірсутың жоғары мөлшерімен сипатталады. Саудалық топтастыруға сәйкес өнімдерді келесідей топтарға бөлінеміз: нан, тоқаш, жеміс көкөністі, кондитерлік, арақ, шарап, ет, балық, жұмыртқа, тағамдық майлар, темекі өнімдері. Тауарлық сорт дегеніміз бұл белгілі бір түрге жататын өнімнің бірі немесе бірнеше сапа көрсеткіштері бойынша нормативті техникалық құжаттарға сәйкес сапа градациясы. Азық-түлік тауарларының сорты санмен, әріптермен немесе сөзбен белгіленуі мүмкін. Өнімнің сапасы және оған әсер ететін факторлар. Бұл дегеніміз қазіргі кездегі сапа мәселесінде біріншілік мәнге ие болып отыр. Өнімнің сапа стандартына сәйкес өнім құрамы қажеттілікті қанағаттандыруға жарамды және тағайындалуына сай болуы керек. Сапа түсінігінің өзі абсолютті емес, керісінше қатысты мағына білдіреді. Тағайындалуына сәйкес бір өнім бірнеше сапаға ие бола алады. Өнімнің тазалығы мен рафинациясы деңгейінің жоғары болуы, оның адамзатқа пайдалылығымен қарама-қарсылықта болады. Тазалық деңгейі жоғары өнімдер экстра класстағы өнімдер қатарына жатады. Бірақ биологиялық тұрғыдан алғанда бұл өнімдер тазалығы бойынша төмен өнімдерден пайдасыз болып есептеледі. Тұтынушы объектісі сапасы бұл өнім құрамының сипаттамасы, оның көмегімен адамзат қажеттілігі қанағаттандырылады. Өнімнің сапасы мен бәсекеге қабілеттілігі қазіргі таңда әмбебап сипаттамаға ие. Сапа және бәсекеге қабілеттілік бұл кез келген өндіруші мен кез келген мемлекеттік тауарлар мен қызметтерді көрсетуге және шығаруға мүмкіншілігінің біріктілігінің ұғымы. Бәсекеге қабілеттіліктің факторы мәжбүрлік сипаттамаға ие. Ол өндірушінің сапа мәселесімен айналысуға мәжбүрлейді. Бәсекеге қабілеттілік көп аспектілі түсінік. Оған тауардың нарық, баға, қызмет көрсету, жарнама, сапа және тағы басқа шарттарына сәйкес белгілері жатады. Сапа бәсекеге қабілеттіліктің аса маңызды көрсеткіші. Сапаға әсер ететін факторлар. Азық-түлік сапасына әртүрлі факторлар әсер етеді. Олардың аса көп маңыздыларына шикізаттың сыртқы түрі мен сапасы, өндіру әдісі мен шарттары, буып-түю, тасымалдау мен сақтау жатады. Өнім сапасы оның құрамы мен технологиялық қасиеттеріне қарай анықталады. Шикізат сапасының негізгі көрсеткіштері болып, ондағы тағамдық заттардың көп болуы жатады. Олардың мөлшері мен сапасы сәйкес стандарттармен көрсетіледі. Азық-түлік тағамдарының өндірісі шикізатқа түрлі технологиялық әдістермен әсер етуге байланысты. Дайын өнімді сақтау шарттары және режимдері оның сапасына тікелей әсер етеді.
Көпшілік жағдайда сақтау кезінде өнімді сан мен сапа жағынан сақтаудың комплексті тапсырмалары шешіледі. Сақтаудың режимдері мен шарттарын дұрыс орындамау өнімнің сапасы және санын жоғалтуға әкеліп соқтырады. Өңдеу өндірісі саласында инновациондық қызмет пен ғылыми қамтамасыз ету. Өңдеу өндірісі Қазақстан құрылымындағы негізгі тізбектердің бірі. Бұл сала халықтық азық-түлік өнімдерінің көптеген түрлерімен тұрақты қамтамасыз етуге бағытталған. Бұл саланың негізгі міндеттері халықтың барлық топтары азық-түлік өнімдерімен қамтамасыз ету. Өнімдердің принципиалды жаңа түрлерін өндіруге ұйымдастыру. Тағамдық рацион баланстылығы. Ішкі және сыртқы нарықта өнімнің сапасы және бәсекеге қабілеттілігін арттыру. Әр саланың соңы дайын өнім құнына салымы бойынша АОК рационалды құрылымы туралы айтуға болады. Дамыған елдерде соңғы өнім құнының негізгі бөлігі үшінші салада жасалады. Мұнда әдетте ауыл шаруашылық шикізатының терең кешенді қалдық өңдеуі, оны сақтау, дайын өнімді буып-түю қамтамасыз етіледі. ақш-та өңдеу буып-түю есебінен азық-түлік өнімдерінің 50-ден 90% бөлшектелген құны құрылады. Бұл елде өнеркәсіптен шығарылған өнімдер ауыл шаруашылық өнімдерінің өңдеуге берілген мөлшерінен 4 есе артық жүзеге асырылады. Өнеркәсіптік агломерациялар, әртүрлі шаруашылық салаларының кәсіпорындары, инфрақұрылымдық объектілер мен ғылыми мекемелер шоғырлануының жоғары деңгейімен, сондай-ақ халықтың жоғары тығыздығымен ерекшеленетін аумақтық экономикалық құрылымдар. Өндірісті шоғырландыру мен әртараптандырудың жоғары деңгейі, сондай-ақ өндірістік және әлеуметтік инфрақұрылым жүйелерін барынша тиімді пайдалану мүмкіндігі өнеркәсіптік агломерацияны дамытудың экономикалық алғы шарттары болып табылады. Экономиканың әртүрлі салаларындағы кәсіпорындар тобының ықшам орналасуы өнеркәсіп құрылысқа қажетті аумақтың орта есеппен 30% ғана қысқаруына әкеледі. Ғимараттар мен құрылыстардың санын 25% азайтады. Үнемдеу қосалқы мақсаттағы өндірістік және әлеуметтік инфрақұрылымның бірыңғай кешендерінің құру арқасында ортақ объектілерге жұмсалатын шығындардың 20%-іне жетеді. Алайда белгілі шектерден тыс өндірістік шамадан тыс дамуы мен шоғырлануы теріс әсер етеді. Бұл экономикалық әсерді едәуір төмендетеді. Бұл бірінші кезекте қоршаған ортаны қорғау мәселелеріне және әлеуметтік саланың дамуына байланысты. Өнеркәсіптік торап шағын аумақта жинақы орналасқан өндірісі топ ретінде қарастырылады. Оның басты белгісі елдің аумақтық еңбек бөлінісі жүйесіне қатысуы, кәсіпорындар арасында өндірістік байланыстардың болуы, қоныстандыру жүйесінің әлеуметтік және техникалық инфрақұрылымының ортақтығы болып табылады. Өнеркәсіптік қондырғылар аумақтық өндірістік кешендердің бөлінген кеңістік құрылымдарының элементтері ретінде жоспарланады және дамиды, және экономикалық аумақтық құрылымы дамытудың реттелетін процесінде сапалы жаңа құрылыс болып табылады. Кәсіптік қызмет түрлері өндірістік кәсіпкерлік өнімді өндіруге, жұмыстар мен көрсетілген қызметтерді жүргізуге, ақпаратты жинауға, өңдеуге және беруге, рухани құндылықтарды жасауға және кейіннен тұтынушыларға өткізуге жататын өзге де қызметке бағытталған қызмет. Аз тәуекел мен мүмкіндігінше көп пайда табуға деген ұмтылыс бизнесті жүргізудің тиісті технологиясын жүзеге асыруды қамтиды. Технологиялық бастапқы элементі негізгі қызмет саласын таңдау. Оның мазмұндық жағы қаржы ресурстарымен және кәсіпкердің жеке бейімділігімен анықталады. Қызмет түрін таңдау, алдын ала маркетингті жүргізуді, тұтынушыға ұсынылатын өнім немесе қызмет қаншалықты қажет екенін, оларға сұраныс тұрақты ма, оның мәні мен болашағы даму тенденциясы, өнім бірлігінің сату бағасы қандай, оны өндіру мен сату шығындары, сатудың болжамды көлемі.
Қазақстанда өткен жылдары инвестициялық және құрылымдық саясатта айтарлықтай қарама-қайшылықтар жіберілді. Бұл салалар арасында тепе-теңдіктің және пропорциялардың өрескел қателіктеріне әкеліп соқты. Әсіресе сала дамудан артта қалды. Сондықтан қазір ауыл шаруашылық өнімдерін өңдеуге көп көңіл бөлінеді. Біртіндеп экономикалық стимулдар жетілдіріледі. Оның көмегімен мемлекеттік нарықтық процестерге қатысады. Мемлекеттік реттеу қалпына келеді. Өндірістік және қоғамдық қатынаста бәсекеге қабілетті экономиканың жаңа жағдайларына қалыптасатын ғылыми, құқықтық және ұйымдық экономикалық бекітулерді қамтамасыз ететін мемлекеттік және басқа да институттар құрылады және табысты жұмыс істейді. Ауыл шаруашылық және өндірістік интеграциясының және тиімді өзара әрекеттің шарттарын орындағанда мәселелер шешіледі деген түсінік бекітіледі. Осымен біздің дәрісіміз аяқталуға жақын. Бақылау сұрақтары: классификацияға анықтама бер, астық тауарларын атаңыз. Тауарды топтар негізіне не жатады? Тауар түрі дегеніміз не? Ассортимент сөзінің негізінде не жатыр? Сапа терминіне анықтама бер, сапа көрсеткіштерін әсер ететін факторларды атаңыз. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.